Ассаламу алейкум ағайын, Америкадағы жігіт арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі хабарламам орысша айтқанда конопля, қазақша айтқанда кендір, кенеп шөп, қара құрай, қара сора дейтін өсімдіктің майы туралы, соны қалай ішкенім туралы. Соны сөздікке қарасам, қазақша, орысша бірақ сөз конопля, бірақ негізі екі түрі бар екен, конопля және конопля сорная. Сонда конопляның аудармасы кендір, кенеп шөп, қара құрай, қара сора болса, а конопля сорная деген мынандай болады екен: арам шөп, қара сора, кенеп шөп болды. Арам шөп деп қояды мінекей. Латын атына келетін болсақ, біріншісі жай жаңағы кенеп шөп десек каннабис, ал арам шөп сол каннабис, арам шөп түрі каннабис рудералис дейді ма, сондай. Біздің қазақ тілі сондай бай, көрдіңіз бе, бір шөптің өзіне бірнеше ат бар екен. Алла тағала әйтеуір сол өз ана тілінде көбірек зерттеуге, оқуға, үйренуге, білімді кеңейтуге жол берсін, әмин. Сол енді бұл енді кенеп шөп деп айта берейік, жарайды. Сол кенеп шөптің майы негізі Қазақстанда сатылмайды. Жалпы сол кенеп шөп бізде заңсыз. Яғни одан біз анаша деген сөзді білеміз. Анаша шегушілер, ол есірткіге жатады. Бірақ сол шөптің ішінде жаңағыдай ғылыми аты сол элементтердің каннабиоидтар дейді. Оның негізі екі тобы бар. Біреусі ағылшын тілінде CBD дейді, CBD каннабиоидтардан кейін TLC дейтін бар. TLC сол кәдімгідей сол есірткі қылатын зат. Сол есірткі қылатын зат TLC, ол кәдімгідей кайф беретін зат. А CBD ондай кайф бермейді, бірақ емі бар, сондай бір қасиеті бар екен сол элементтің. Сол туралы негізі мен 1-2 жыл бұрын ағылшын тілінде бір ролик алдыма шығып, YouTube'тан соны бір доктордың сұхбатын тыңдаған едім ағылшын тілінде. Сол былай деген, сол кенеп шөптің құрамында сондай бір заттар бар дейді. Біздің жүйке бар ғой, мысалы үшін жүйке аурулар бар ғой, сол жүйке ауру адамдарға өте пайдалы екен. Яғни өлген жүйкелерді тірілтеді, өмірге келтіреді деген сонда бір сөз айтып еді. Сөйтіп соны патенттен өткізіп 2002 жылы. Соны осы жақында ғана Америкада біраз штаттарда сол есірткі демей, осы кенеп шөпті былай айтқанда заңды қылған осы штаттардың биліктері. Біраз штаттар, кейбір штаттарда әлі ол заңсыз, мысалы Калифорнияда ол заңды. Сол себептен келе салып, соның қалай болады екен көрейік деп, соның майын, сол CBD май дейді. TLC емес, негізі TLC бар заттарды шығарады, кәмпит шығарады, кәмпит жеп кайф ұстайсыз. Мына кәдімгі CBD емге арналған, жаңағыдай емдейтін элементінде негізілген жаңағыдай дәрі май. Соны сатып алып ішкім келді. $80 тұрады. Қазір осын түсіріп болғаннан кейін негізі сол майдың бутылкасын түсірем, көрсетем. Бірақ оны алғаннан кейін іштім, енді көп эффект болмады. Себебі енді ол менің ойымша соны өндіретін компаниялар оны кәдімгідей мықты қылып шығарамайды. Оған бөгет бар сияқты. Себебі халықаралық фармацевтикалық мафия деп атаймын. Бүкіл дәрілер шығарады ғой, қымбат. Мысалы, әртүрлі ауруларға арналған ол компаниялар бостан-бос өзінің жаңағыдай бизнесін бере қоймайды ешкімге. Заңды қылғаннан кейін бәрібір жаңағыдай бүкіл сондай күшті қатты ауырған адамдарға пайдасы тиетіндей осы кенеп шөптен жаңағыдай жасалынған дәрін шығара қоймайды деп соған көзім жетті. Бірақ әлсіз дәрілерді шығартады, білем, соны сатып алып іштім. Сол туралы тәжірибемді айтайын деген. Бір ай бойы ішіп көрдім, тура оразаға келдім, жаңағыдай сәресіге ішем, кәдімгідей. Болмаса ауызашарға ішетінмін, тәулігіне бір рет жаңағыдай 50 мг ішесің тілдің астына.
Сонун жергиликтүү блогерлер, американдыктар, олар жагы именно сол компаниянын жагы дәл сол компаниянын майын ичип жүрген кыздар айтат, жигиттер айтат, мындай кобалжуу деген кетти дейт. Валерьянга ұқсағандай болды да мен үшін олардың жаңағыдай алған әсерін. Менікі де сондай болды, мүмкін валерьянка ішкендей болдым, бірақ валерьянка тиын тұрады, мынау қымбат, кәдімгі $80 жаңағы. Бірақ мен не үшін қызығып, не үшін ішіп жүргенімді айтайын сіздерге. Бір ролик бар, егер тапсам, осы роликтің ішіне тығам. Паркинсон дейтін бір жаман ауру бар. Мұхаммед Али білесіз ғой, өлер алдында бүкіл денесі селкілдеп жүретін, ол ешбір тыныш отыра алмайтын. Енді басынан көп зақым тигеннен болды ғой, ол Паркинсон жаңағыдай ауру. Сондай аурумен ауырған бір кісіге кәдімгідей анашаны шеккізеді. Бірақ қай түр екенін білмеймін. Сөйтіп шеккізеді, жаңағыдай біраздан кейін, ана шеккеннен кейін, жоқ шекті ма, жоқ дәрісін ішті ма, бүкіл қалшылдаған дірілдеген кетіп қалды 3 сағатқа. Кейін бірақ 3 сағаттан кейін қайттан орнына келді. Яғни анау айтқанда денесіне сол зат барғаннан кейін, енді біз адам болғаннан кейін жуып шаяды ғой организм, былай айтқанда. Мүмкін бәрі қуығына кетіп қалған шығар, кейін сол алған заттың барлығы сөйтіп әсері бітті. Сөйтіп 3 сағаттан кейін қайттан селкілдей бастады. Кейбіреулер бірақ айтады, осы майды ішкеннен кейін андай әрдайым жаңағыдай анальгин ішіп жүретіндер болса, біреудің бел ауырады, біреудің аяғы қысайды. Соған осы майды ішкен кезде дейді көмек береді деп айтады. Бірақ енді құдайға шүкір, мен жасым 46-та андай асып баратқан ешқандай ауруым жоқ, бірақ сонда да жүйкеге сондай пайдасы бар дегенге ішіп көрейінші, мүмкін бір жігерленіп, аз ұйықтап, ерте тұрып, жаңағыдай энергиям тасып кететін шығар деп ойлағам. Сөйтсем жоқ, ондай болған жоқ. Енді жасы келгендерге көмек беретін сияқты мен алған майлар. Бірақ менің сенімім бойынша, түсінігім бойынша, ұстанымым бойынша олар жасай алатын еді, одан мықты қылып, бірақ жол берген сияқты. Құдай біледі, маған сенбеңіз, өзіңіз білесіз. Бұл дүниеде әркім өзі не қылады ғой, өзі біледі. Бұл өмірге көзқарас әркімде әртүрлі болады. Менің көзқарасым сондай. Ешкімге сенуге болмайды. Мына мафия бар, олар жақсы дәріні, жақсы шөптерді біз адамдарға оңай алатындай қылмайды, құдай біледі. Сол ешқандай былай айтқанда әсер болған жоқ. Бірақ мүмкін жақсы келгендер ішсе, мүмкін оларға бір жақсы болушы ма еді, кім біледі. Сонымен қатар, бірақ біздің елімізде ол заңсыз деп ойлаймын. Заңсыз шығар, өйткені оны көрген емеспін. Бұндай майлар көптен бері шығып жатыр бұл жақта, бірақ Қазақстанда сатылып жатқан көрген емеспін. Болмаса Ресейде, яғни бүкіл біздің тмд мемлекеттерінде бұндай дәріге тыйым салынған сияқты. Себебі есірткі деген жаман аты бар. Бірақ ол шөпті, негізі қара сора дейді, болмаса кенеп шөп дейді. Сол ішінде тек қана адамды мас қылатын зат емес, тек қана мас қылатын зат емес, басқа да денсаулыққа өте пайдалы заттар бар, білемін. Керек десең, жаман ауру бар ғой, сол жаман аурудың 4-ші стадиясында емдейді деп естіген. Бірақ оны білмеймін, енді дәл сондай дәрілерді өндіріп шығарғанша адамдарға жеткізгенше құдай біледі қанша жыл өтетінін. Сол, бірақ сіздер біліңіздер, сол кенеп шөптен жаңағыдай қара құрай дейді, кендір дейді, қара сора дейді. Сол шөптің ішінде денсаулыққа пайдалы өте көп заттар бар, бірақ оны қалай ішінен шығарып, жаңағыдай мас болмай, содан дәрі жасау керек екен, оны зерттеу керек, технологтар болу керек, ғалымдар болу керек. Бірақ ол жалпы ол бағыт бізде дамыған ба білмеймін. Кейбір бай, жасы келген адамдар бар ғой біздің елде, мәңгі өмір сүретін келетіндер бар. Енді мәңгі болмаса да ұзағырақ өмір сүретін адамдар, жаңағыдай мәңгі болмаса да ұзағырақ өмір сүремін деген адамдар бар, бай адамдар.
сол кісілерге айтарым, өкіметтен жаңағыдай сөйлесіп көріңіздер, мүмкін Қазақстанда сондай бір заң қабылдап, сол сора шөптен жаңағыдай дәрі шығарып көріңіздер, мүмкін елге де пайда болады, сіздерге де пайда болады. Мына біздің өйткені Шу өңірінде қаншама миллиондаған гектар бар дейді ғой, сол заттың. Тек қана есірткі мафиясына емес, енді адамдарға да пайдасы тисе қалай болар еді деген ой келіп жатыр да маған. Жарайды, халықтың пайдасын ойламаңыз, өз қалтаңыздың пайдасын ойлап көріңіз. Соны егер заңнан өткізсеңіз, егер яғни шөптің өзін емес, еш болмаса содан жасалынған дәрілердің. Мысалы үшін бәрібір біздің химфармдар мүмкін опиум бір нәрсе шығаратын шығар, медициналық опиумдар бар ғой, сондай. Сол сияқты сол химфармде мүмкін сол жаңағыдай сол сорадан дәрі жасайтын бір технология тауып шығарсаңыздар. Ол көп нәрсеге пайдалы дейді ғой, яғни енді өзіңіз ойлаңыз, жүйке клеткасын, өлген жүйке клетканы өмірге келтіріп, жаңа клетка пайда қылады деп айтады да ана ғалым. Егер дәл сондай болатын болса, неге істемес екен мысалы үшін? Калифорнияда заңды, яғни бұл сора жаңағыдай заңды, кейбіреулер жаңағыдай кайф ұстау үшін шегіп жүреді, кәдімгі көшеде кетіп баратсаңыз мүңкіп тұрады жаңағы. Міне сондай зат бар екенін айтайын дегенім ғой сіздерге. Енді Құда қаласа қазір осы сол бутылканы көрсетемін, жаңағыдай ыдысын. Сондай зат бар екенін біліңіздер, сол туралы зерттеңіздер, сұраңыздар, көріңіздер. Мүмкін біздің қоғамда, яғни бізде үлкен ресурс бар да, Шу өңірінде миллиондаған гектар сол сора шөппен, былай айтқанда, басылып қанша ғасырлардан бері өсіп жатқан нәрсе бізде. Соны мемлекет қолға алып жаңағыдай дәрі шығаратын болса, қанша валюта келеді бізге, қанша адамдар одан емделеді деп оны соңына қояды, жарайды. Қазіргі заманда бәрі пайда іздейді ғой, міне соны пайда іздейтін адамдар тек қана есірткі ретінде ондай заңға қарсы қайшы нәрсе жасамай-ақ, осы заңды түрде сол бизнес қылып көрсеңіздер қайтеді. Оның ең соңында ел пайдасын көрер еді деген ой бар да. Бәріне ағылшындар айтады ғой, win-win situation, яғни сіз де ұтасыздар, ақшаға байысыздар, жаңағыдай аз болса да, көп болса да аз көретіндер. Халыққа ол пайда болады ең бүгін. Hi Larry, how are you? Come in, come in. Good to see you. How you feeling? It's been a bit of a rough week. Really? And the best way to take it is put it under your tongue and rub it in your cheek. Don't do too much, you're going to be asleep all afternoon. You know what you should do? No. Don't try to communicate, just relax. See what happens. We know from animal experiments that the endogenous cannabinoid system is very important in regulating motor activity, that very type of activity that is impaired in Parkinson's disease. From animal experiments, we also know that boosting certain branches of the endocannabinoid system is helpful in relieving symptoms of Parkinson's. Finally, from anecdotal information, we know that certain patients who smoke marijuana experience relief of their symptoms. I think you're calmed down. So quickly. Isn't that amazing? He used just a single drop, and his hands afterwards were rock steady, and the dyskinesia left. The voice is coming back. It works most of the time. In fact, it's... Did you guys eat lunch? Are you hungry now? But I am, yeah. Actually, I forgot. A person like me could really use marijuana. It makes me pretty angry that I can't get it in my home state. Сонымен жаңағы сора шөптің жаңағыдай майы, мынау бір компания CBD, Royal CBD дейтін, олар осы
майды жаңағыдай сол сора кендір шөптен шығарады. Жаңа видеодан көрдіңіз ғой, анау қалшылдап жаңағыдай дискинезия дейді ғой, жаңағыдай қаршылдап дірілдеген, дауысы өзгерген, сондай бір қызылып тұрған шалға жаңағыдай таза лабораториядан алынған осы бұдан әлдеқайда күшті таза майды беріп еді, бір ғана тамшысын беріп еді, 3 сағатқа да дірілдегені бәрі қойды. Соны мысалы ұзақ уақытта беретін болса мүмкін емделіп кетер ме деп ой келді да маған. Ал мен мына сатып алған нәрсе Америкада жаңағыдай сатылады. 500 концентрациясы ең азын алған. 500 мг, жоқ, ең азы 250, мынау 500 ортаншысы. 1000 да бар, білем. Мына CBD Oil дейтін фирманың несіне кірсеңіз сайтына байқайсыздар. Енді менің ойымша мына дәрі шығаратын компаниялар ешқашанда бұндай таза дәріні халыққа сатпайды, өйткені басқа дәріні керек қылмай қалады, олар пайдасынан айырылады. Бұл үлкен бизнес, үлкен бизнес саясатқа айналады. Яғни кендір болмаса сора шөптің майын олар таза жаңағыдай 100% пайдалы болатындай қылып шығартқызбайды деген күмән бар менде. Бірақ біздің мемлекеттерімізде сол сора шөптен жасалынған каннабиоидтар қолданылған жаңағыдай дәрі шығаратындай заң шықса, онда мына біздің Шу өңірінде қанша сора шөп бар, мысалы содан қанша шикізат алуға болады, осындай дәрі шығаруға болар. Ең бірінші сондай бір заң шықса, мысалы Қазақстанда, кейін бір лабораторияда бізде осының таза түрін шығарып, мысалы адамдарға берсе, сондай қатты ауырғандарға, мысалы біреулерде инсульт болды, біреулерде Паркинсон ауруы бар, сондай қалшылдаған дірілдеген адамдарға ішкізетін болса қандай жақсы болар ма еді деген арман ғой бізде. Ал енді бірақ енді өкінішке орай осындай таза майды шығартқызбайды адамзатқа, себебі сол қазіргі фармацевтикалық мафия осындай таза сора шөптің майын шығартқызбас. Бірақ ең бірінші бізде енді бірінші аттам осы сора шөптен жасалынған дәріге заңды түрде жол берсе, мынау заңсыз бізде қазір Қазақстанда, құдай біледі. Бірінші заңды қылса, одан кейін сол сора шөптен осындай таза май шығарылса, кейін адамдарға пайда болып қала ма деген арман ғой біздікі. Сол енді қалай осындай сора шөптен жасалынатын майдың пайдасы бар екенін біліңіздер. Бірақ біріншіден ол заңды болу керек, Америкадағыдай, Калифорниядағыдай. Екіншіден осындай сертификатты алынған осындай май шығаратын компаниялар болу керек. Мысалы бізде ол Химфарм сияқты. Химфарм осындай нәрсені қолға алып шығаратын болса, кім біледі, талай сауап алар ма еді, адамдарға пайдасы болар ма еді. Сол бүгінгі хабарламаның қысқа нұсқасы бүгін. Сол сау саламат болыңыздар. Ал енді хабарламаның соңында менің продюсерлігімде жүретін топтың бір бейнебаян көріп жіберіңіздер. Ал сау саламат болыңыздар. Қараным бар көгімде қалықтаған өрлігі шабытмаған. Жусанның исі сіңген далам мынау, бабамнан мұра қылып алып қалған.
сол далам сен өзіңе шақырады, Атырау Алтай арқа мынау адырабы, ақберен ұлдарыңмен көрікті ғой, қазағымның қашаннан топырағы. Жан айғайын бауырыңның сеземінде, сен ойласам өрт ойнар өзегімде, жат жерде жүргендігің жанға батар, отыңды тұтатқайсың өз еліңде. Бауырмалды қасиет қанға сіңбек тіледім, басыңа құт орнасын тек, мен сені өгейсетпен жат жерлік деп, мен сені қарсы аламын қандасым деп. Бірлікке шақыратын қайда дүлдүл, өрлейік өркендейік майданда бір, өз елің өзегіңнің ұлтаны бол, жат жерде жабырқаған қайран бауыр. Жетелеп келсе дағы ілгер үміт, қасіреттен жұртымның көргені көп, атар таңы біз болып сол елімнің, құрғатайық көз жасын бірге жүріп. Did